Қайырлы кеш. Ақпараттар қалай жиналады, солай эфирге шығуға тырысып жатырмыз. Бұған дейінгі жиналған ақпаратты жан-жиһаны екінші парақша бар ғой, сол жерде айтқан едім. Енді сол эфирдің жалғасы ретінде бүгін эфирге шығып отырмын. Портал туралы айтамын. Портал бүгін біз числоға да қарамаппыз, сөздің шыны керек, 24.02.2024. Оны енді нумерологтар, астрологтар айтып жатқан шығар, жаңағы айнасан дейді. Түсінікті, жақсы естіліп тұр дейді. Әзірге жүректің қысылып, ауа жетпеуі. Әзірге микрофонсыз бастай берейін. Қазір 5 минут. Кешірім сұраймын. Видеоны егер қыздар ютубқа салатын болсаңыздар, үміт осы жерден саласыздар ғой, қиып. Бүгінгі эфирді бір мысалдан бастайын. Бір адам келе жатады, ашық аспан, күнді тамашалап, табиғат керемет, аспанға қарап келе жатса, аяғының астындағы бір тасқа шалдығып, шалынып құлайды шалқасынан. Сол күні ол ашуланып жүреді. Ісінің барлығы бағанағы таспен болады. Мен ол тасқа көрсетем деп, күнде сол тасты іздеумен болады. Аяғының астына қараса, ондай тастар өте көп екен. Жаңағы құлап қалғаны есінен шықпайды, күнде жерге қарап жүреді, сондай тастарды сөмкесіне сала береді. Сөмкесі ауырлайды, сөйтіп ол қартаяды. Бірақ жаңағыдай тастарды жинауын қоймайды. Қартаяп, өмірде ешқандай жақсылық көрмейді, дорбасы өте ауыр, сөйтіп өмірден өтеді. Құдайдың алдына барған кезде жаңағы кісі ренжиді. Маған ештеңе бермедің, мен өмірден ешқандай жақсылық көрмедім, тек қана ауыр қапшықты жинаумен болдым жаңағы тастарда. Белім бүгіліп, өмірден қиналумен өттім. Сен неге мені жазаладың дейді ғой. Сонда Құдай айтады, бірінші тас сені тәрбиелеу үшін берген. Яғни жығылсаң да үстіңді қағып, алға ұмтылуды тоқтатпа. Берілме. Тәрбие ретінде сол тасқа сен құлаған болатынсың, шалынып. Бірақ сен үйтпедің, өшігіп алдың жаңағы тасқа, сондай тастарды жинай бердің, өмірің қор болды дейді. Бұл енді мысал, бірақ мысалдың үлкен мәні бар. Біз жерде жүрген кезде қандай да бір қиындыққа тап болсақ, оның ар жағындағы мәнін, тәрбиелік мәнін, қандай сабақ беріп тұр бізге. Оған мән бермейміз, тек қана сол бір берілген қиындықты үлкейтіп аламыз да, айта береміз. Уақыт өтіп кетсе де айтып қиналамыз, немесе жаңағы болашақта сондай қиындықтың тағы да келетінін айтып қиналумен өтеді. Осы сәт бізде жоқ, не өткен өмірді ойлап қиналып отырамыз, немесе әлі келмеген, болмаған болашақты ойлап уайымдап отырамыз. Мысалы, 20 жылдан кейін су тапшылығы болады екен, Қазақстан құриды екен деген сияқты хаттар келіп жатады.
Ол 20 жылдың ішінде өзі бола ма, болмай ма, ода шаруасы жоқ. Мысалы адамдар немесе жаңа жер сілкінеді деп жатыр, қирайды деп жатыр деп. Жоқ нәрсені адам өзі проблема жасап алып, үлкейтіп отырған жақсы көреді. Сосын содан ми ашиды. Ми ашығаннан кейін аурасы қап-қара болып кетеді, ол денсаулығына әсер етеді. Блоктар анау жеті қуат көзі, энергия дұрыс жүрмейді. Сөйтіп өз-өзіне ауру тілеп алып жүрген біреу. Жалпы бұл мысалдың біздің өткен өмірлерге де қатысы бар. Мысалы, қазір мен жазып отырмын, бүгін осыны көрсетті. Бір келіншек сұрады: жалпы менің рухым қанша өлшемде бар деді, қанша өлшемде қызмет етіп жүрмін дейді. Алдыңғы эфирлерде айтқан едік, сіз қазір жердесіз, бірақ сіз сияқты бөлшектер өте көп жан-жақта қызмет етіп жатыр. Біреу басқа планетада, біреу судың астында, біреу топырақта, біреу басқа жерде деген сияқты. Жаңағы келіншекке айтты: сен дейді 88 өлшемде қызмет етіп жүрсің. Жердегі бір частичкаң ол сенің мына жаның. Кім? Мысалы, Райхан дейікші. Райхан жерде өмір сүріп жүр. Тағы да 88 бөлшегі басқа өлшемдерде қызмет етіп жүр. Мынау сол қалай көрсетті, мен солай сызып сіздерге көрсетіп жатырмын. Құдайдан бөлініп шыққан мына сіздің рухыңыз, рух высшее я деп айтып жүрміз ғой. Мына өте жоғарыда рухыңыз. Сіздің рухыңыздың тағы да бірнеше мынау бөлшектері бар. Жан-жаққа жіберді өзінің бөлшектерін. Судың астында жүрсіз, жаңағы басқа планетада жүрсіз, мынаяқта ғалам құрылысшыларында отырсыз, топырақта, басқа планетада деген сияқты жанталасып қызмет етіп жүрсіз. Мынау сіз, мынау жаныңыз, жан қазіргі мысалы кім? Райхан дейік, Айбек дейік, мысалы білмеймін. Жерде ол сізсіз. Енді осы жанның өзі былайнан тереңмен кете береді екен. Бүйтіп, ол кішкентайдан бастап үлкейіп, мына жерде тұрды. Мыналар не десеңіз, бұл сіздің өткен өмірлеріңіз. Өткен өмірде жаңағы сіз құлда болдыңыз, күңде болдыңыз, ханда болдыңыз, байда болдыңыз, кедей де болдыңыз, бәрі болдыңыз. Мыстан кемпірде болдыңыз, кейуана мықты сондай абыз атада болдыңыз, кейуана апада болдыңыз, барлығы болдыңыз. Барлық ұлт болдыңыз. Сіздің ДНК-ңызда барлық опыт бар. Мынау бүкіл өткен өмірлеріңіз. Қазір не болып жатыр? Құранда да, Тауратта да, Інжілде де, тағы да Юан қасиетті кітаптар бар ғой. Солардың барлығында жазылған махшар сәті, Махшар сәті өлгеннің де, тірінің де есеп беретін сәті. Өлгеннің тіріліп есеп беретін сәті. Енді біз Құранды оқыған кезде бұған дейін тек тікелей түсініп жүрдік. Яғни мен өзім түсінбейтім. Өлгеннің тіріліп жаңа есеп беретін сәті деген қалай ол могилада сүйегі қурап қалды, ол қалай шығып есеп береді деп. Сонда мен әпкем айтатын: білмеймін әйтеуір, бірақ жазылған ғой, өлгенде тірілгенде әйтеуір бір күні есеп береміз деп. Мен кішкентай кезімде айтатын, есімде қалыпты. Соны ойланып жүретінмін. Қалай береді екен, ол өліп қалды ғой, өліп қалғаннан кейін ол қалай ол тіріліп келеді, ана бейіттен шыға ма, не істейді деп көзіме зомбилар бар ғой, кинодағы мумия сияқты. Солар елестеп кеткен ғой. Тіріліп, солар қалай есеп береді деп. Оказывается, олай емес, оның барлығы сіздер, сіздің өткен өмірлеріңіз. Қазіргі күні мыналар бар ғой, ұсақ-ұсақ сіздің өткен өмірлеріңіз әр уақ деп аталады да, әр уақ болып тұрған сіздің бұрынғы воплощенияларыңыз. Жерде жаңағы хан болып жүрген, немесе жетім болып жүрген, бай болып жүрген, жаңағы сарайда ханша болып жүрген, наложница болып жүрген, бүкіл опыттан өттіңіз ғой сіз. Сол опыттар бүйтіп тұрды.
бұған дейін екі өлшем бірікті деп біз айтып жатырмыз ғой былтырдан бастап. Жаңа дәуір кірді, су құйғыш дәуірі кірді, ескі дәуір кетті, және біз әруақтар әлемі деп айтқан, тылсым әлем, нәзік әлем деп айтқан, бізге бұған дейін беймәлім болған о дүние қазіргі біздің бұ дүниемен екеуі бірікті деп айттық. Бейнелі әлем мен қатты әлем екеуі бірікті. Су құйғыш дәуірінің кіруі осы. Енді карманы өтейтін жылдар деп айтып жаттық. 2024-2025 жылдар. Байқасаңыздар, осы соңғы 2020 жылдан кейін, әсіресе мына коронавирус келгеннен кейін, біздің өміріміз қатты өзгеріп кетті. Денсаулықпен де, әсіресе ақшамен, кредитпен өте қатты қысылып кеттік. Адамдар басы қатып жүр, былығып жүр, тура бар ғой. Бәрінің историясы бір. Анау анадан 20 миллион ақша алады, сенімді адам, мынау оған береді. Бір аптадан кейін берем деп айтады, аумен анадан жоқ. Мына адам оны жабу үшін 2-3 жерден кредит алады, баласына кредит алғызады, ананы былай жауып жүр, ана былай былығып жүрген біреу, былай қарасаң жерде. Бірақ жоғарғы әлемнен, рух әлемнен қарасақ, былығып жүрген жоқ. Ол дұрыс істеп жүр. Жаңағы сіздердің кредитке, қарызға кіріп төлеп жүргендеріңіз әрқайсыңыз. Ол өте дұрыс нәрсе. Себебі мынау әруақ деп айтқан сіздің өткен өмірлеріңіз бар ғой, олар ешқайда кеткен жоқ. Жан ешқайда кетпейді, өздігінен пайда болмайды, өздігінен жоқ болмайды деген ол Құрамда да жазылған. Жанда. Бұған дейін олар әр өздерінің өлшемінде өмір сүріп жатты. Сіздің өткен өмірлеріңіз. Мысалы, бір сарайда наложница болдыңыз, сөйтіп қиындық көрдіңіз, қиындық көріп шыдамай суицид жасадыңыз. Мысалы, Зарина алдында зерттеп жазды ғой Мумтаздың өмірін. Таж-Махалда ол қиындыққа шыдамай өз-өзіне қол салған. Қазір екі әлем біріккен кезде, мына бейнелі әлем мен қатты әлем, Мумтаз қол салған сол өзінің өлшемінде әлі сол жерде жылап отыр. Таж-Махалдың ана жерде қып-қара боп төменгі вибрацияда тұрған себебі сол. Екі әлем біріккен кезде уже жоғарыдан достық ашылды. Мумтаздың жаны, мына жақта жаны тұрда, ол жоғарғы рухқа қосылып кетуге мүмкіндік болды. Енді сіздердің өмірлеріңізде қазір қандай болып жатыр? Мынау өткен өмірлер, қазір эфирді көріп отырған көп адам, олар абыз кәрі рухтар. Олардың мына 7-ші қуат көзі ашық болады. Сондықтан мына информациялардың барлығын түсініп жатыр, қабылдап, жүрегімен мақұлдап тұр. Тыңдаған кезде сізде мынандайда ар жағыңызда, мен мынаның бәрін білем ғой. Мен мынаны түсініп қабылдап тұр, мен негізі деп іштеріңізден сөйтіп отырсыздар, Себебі кәрі рухтар, олар біледі. Бәріміз сондай контрактпен келгенбіз. Осы уақытта мына өткен өмірдің есігін мәңгіге жабамыз деген. Енді мынау өрмекшінің торы бар ғой, мына өрмекшінің торы жан жақта. Сіздің бүкіл өткен өмірлеріңіз жан жақта өрмекшінің торы сияқты қатып тұрды. Бұлай қатып тұрды. Сіз жаңағы бір неде, мысалы, Кенесарының қасында батыр болып келдіңіз, опыт өтті, енді жерде өліп қалдыңыз. Бірақ жаңағы өлшеміңіз, жаңағы батыр болған сиятыңыз, мына өлшемде тұр. Ол әлі болып жатыр сол жерде. Ол батыр үшін, сіз мысалы, Кенесарының қасында бір батыр болсаңыз, ол батыр үшін өмірі тоқтап қалған жоқ, мына измеренияда ол тұрды. Сосын сіздің мына рухыңыз, не бар ғой рухыңыз, жан болып жерге тағы да түседі мына жаққа. Ол жерде, мысалы, жаңағы қасиет береді сізге. Жерде қасиеттің опытын береді. Сіз жерге түстіңіз, енді қасиетті ол арғырай жақсы мақсатқа жұмсадыңыз ба, жоқ әлде черный магиямен айналысып, қасіретке жұмсап жібердіңіз ба? Ескі дәуірде біздің жанға рух таңдау еркін беретін высший иямыз. Және таңдау еркімізге араласпайтын. Мысалы, жаңағы садикке баланы жіберіп қоясың да, есігін жауып қоясың, мысалы.
енді ары қарай өзің не істейсің, оны өзің білесің деп қолына кітапты беріп қоясың. Мысалы ол садиктің ішіне кіреді де, ана бала кітапты оқуға да таңдау еркі бар. Оқып, суретін көріп, санасын өсіруге де таңдау еркі бар. Немесе жаңағы анау ручканы алып, кітапты шимайлап тастауға да еркі бар. Ол кітапты алып, жыртып тастауға да еркі бар. Таңдау еркі бар еді ғой. Неге қазір біздің таңдау еркімізге араласып, бізді ауыртып жатыр, бізді жаңағы қарызға кіргізіп жатыр дейтін адамдар бар, түсінбей отырған. Жердегі мына жанның таңдау еркі бар еді ғой, қайда кетіп қалды қазір деп сіз сұрап жатсыз, себебі ескі дәуірде біз бағанағы цикл, адам ата Хауанадан басталған адамический ДНК деп айттық қой. Сол цикл аяқталып жатыр. Үлкен киноның бір бөлігі. Сол кезде бізді жерге жіберетінде бір матрицада бір какой-то контракт жасап, мына мысалы қасиеттің сен құдіреттілігін сезінуің керек, қасиеттің опытынан өтуің керек деген сияқты. Біз жерге түсеміз, жаңағы садиктегі кішкентай бала сияқты. Ол кітаптың бетін жыртып тастауға да қақысы бар. Немесе кітапты оқып, түсініп, есеюге де қақысы бар. Өкінішке орай, біз саналы түрде төмендеу болдық ескі дәуірде. Неге? Себебі 36 спиральді ДНК-мызды 2 спиральді қылып тастады. Былайша айтқанда топас болдық. 12 спиральді, жаңағы ол даже одан да көп, қуат көз бар ғой, 7 чакра. Ол негізі жетеу емес, ол сансыз кете береді. Әзірге біз 12 екенін білеміз, бірақ одан да көп та. Яғни 12 дегеніміз 12 өлшеммен байланыста тұрмыз деген сөз. Бірақ оның ары қарай құпиясын бізге ашып тұрған жоқ, өйткені біздің де санамыз көтермейді, әлі пендеміз. Кейін уақыт өте келе санамыз ашылғаннан кейін білетін шығарымыз. 20-20 сағат рас екен. Сөйтіп, мына бұған дейінгі циклда 5000 жылдың көлемінде біз осы опыттан өтіп жүрдік. Және көбіміз, мысалы, рух жанды жерге жібереді. Қасиеттің опытын алып кел дейді. И қазір біз адамдармен жұмыс істеп жүргелі түсінгенім, қасиетті көп адам керісіншеге пайдаланып жіберген. Мысалы, жаңағы магия бар ғой, магия дейді ғой, сиқыр. Ол мысалы қасиет қой беріліп тұрған. Ол қасиетті мысалы жақсылыққа жұмсаса болатын еді. Жоқ. Біз алғанбызды жаңағы черный магияның неше түрін жасап, адамдарға манипуляция жасау, адамдарды басқару, өзіне бағынышты етіп қою, бізге ол кайф болған ғой. Сол себепті қазір махшар сәтінде, есеп беретін сәтінде, сол істеген ісімізді, бүлдіргенімізді жөндейміз деп біз жерге келіп отырмыз. Карма деген осы, махшар сәті деген осы. Және соңғы коронавирустен кейінгі 2 жылда бүкіл өлшемдер біріккен кезде біздің қазіргі немізге, сферамызға өткен өміріміз кіріп кетіп тұр. Қазір сіз өзіңізді танымауыңыз мүмкін, атылуыңыз мүмкін, агрессия сізде, күйеуіңізге, күйеуіңіздің әйеліңізге, ата-енеңізге, ата-анаңызға, балаларыңызға, олардың сізге деген мынау өшпенділігі соңғы уақытта артып кетіп тұр. Немесе бұған дейін суық болып келген, жақсы көрмей келген күйеуіңізді аяқ асты жақсы көріп қалдыңыз. Ғашық болып, біртүрлі бір күшті болып, махаббат болып жүрсіз да, өзіңіз таңғалып жүрсіз. Адамдарда осындай болып жатыр. Себебі мына опыттар не үшін? Өткен жол мен сіздерге түсіндірдім ғой. Торт жасау үшін не керек? Ингредиенттер керек. Тұз, қант, жұмыртқа. Біздің өткен өмірлеріміз бұл опыт. Мына полноценный жан болып шығу үшін. Алдағы уақытта жаңа дәуірде не болайын деп тұр? Құдайдың қасында тұрған мынау рухымыз біздің жанмен бірге бірігіп, біз сол дәрежеде высшая, кәдімгі рух ретінде жерде өмір сүрейін деп тұрмыз. Саналы болу үшін. Ал рух пен жан бірігу үшін бізде жаңағы опыт полный толу керек. Мына өткен өмірлер, мінекей жыбыр-жыбыр еткен әруақтарыңыз, яғни сіздің өткен өмірлеріңіз барлығы бүйтіп, бірінің үстіне бірі бүйтіп қапталып, қазір сізге бүйтіп барлығы бірігіп жатыр. Өткен өмірлер
ол сіздің ДНК-ңызда бар. Ең қызығы, адам бір күнде бар ғой, адамның бір күндік эмоциясында, ДНК-сында қанша өмір өтті, қанша опыты бар, барлығы қосылады екен. Бейсаналы түрде бізде жүреді. Адамның көңіл күйінің құбылып жүретін себебі сол. И әр әрекетіңіз сіздің карма. Карма деген сөзден қорқудың қажеті жоқ. Ол біріншіден сабақ, екіншіден әділеттілік заңдылығы. Сізді үйрететін тәрбие құралы. Мысалы, біреуден сабақ сатып алдыңыз, психологиялық. Ол сабақ сізге көмектесті. Екінші тынысыңыз ашылғандай. Карма өтелді. Ана сабақты кімнен алдыңыз? Ол бір қарызын сізге қайтарды. Сіз оны сатып алу арқылы қайтарып жатсыз. Осылай. Біз өзіміз білмейміз, өмірдің өзі біздің ДНК-мыз сияқты өріліп жатыр. Бір-бірімен былай бүйтіп байланыста жүрміз. Адамдардың барлығы бүйтіп айқасып тұрды қазіргі уақытта. И қазір не болып жатыр? Уже ол понятно, жаңағы ақшамен қысылып кеттік, кредитке кіріп кеттік, отырып алып жаңағы Каспийді жамандаймыз, қарғаймыз, өйтудің қажеті жоқ. Себебі сіздің мына рухыңызға сіздің бүкіл өміріңіз барлығы көрініп тұр. Қайтару керек. Қайтарып жатырсыз сіз ақшаны. Жаңағы сізге ақша бермей кеткен туысыңыз 20 миллионыңызды алып, сіздің берешек ақшаңыз. Өйткені сіз оған көрсетпеген қорлығыңыз жоқ өткен өмірде. Ал мына рухқа невыгодно сізді инвалид қылу, сізді соқыр қылу невыгодно. Неге? Сіз физикалық денеңіз керек. Себебі сіздің физикалық денеңізбен мына рухыңыз уже бірейін деп тұр. Алдағы уақытта. Бұл ғаламда болмаған сәт. Жаңа дәуір деген осы. Оны емшілер де, көз ашық көкірегі ояу адамдар да білет. Әрқайсысы этап-этаппен тұрған. Жаңағы ата жол, ақ жол, мына дін жолы деген сияқтылар этап-этаппен тұрды, олар айтып жүрді өзі. И ең соңында бар жаңа дәуір кіреді, жаңа дәуірдің жаңа адамдар келеді деген, ол әу баста уже жазылып қойған. Міне біз уже жаңа дәуірге кірдік. Нелер, біз ойлап қалмаңыздар, ойбай бізді емші, көріпкел, ондай ештеңке емес. Біз құралмыз. Біздің қасымызда істейтін, жұмыс жасап жатқан қыздар құрал. Яғни сізбен сіздің рухыңыздың арасында біз только байланыс болып отырмыз. Көпір. Ақыр замандағы қыл көпір осы сәт. Әр істеген ісіңізге сіз қазір жауап беріп жатырсыз. Ақша енді екінші планда қалады. Мүмкін жаңа кредит, анау бір жағынан жүріп жатады. Оны сіз түпкі мәнін түсініп қабылдаған кезде ол жеңіл жабылады. Мына высший яңызға сеніп үйреніңіз. Кімге не айтам, кімге жалынам деп емес, өзіңіздің рухыңызға айтыңыз. Қабылдадым. Төлеп жатқан қарыздарым менің өткен өмірімнің өтеуі. Жүрегіммен қабылдадым, менің 12 мүшемді сау қылып, инвалид қылмай, соқыр қылмай, әйтеуір өстіп өтетіп жатқаныңа шүкір. Мен шыдас беремін. Есесіне мен мына жақтағы 15-20 өмірде зияндық келтіргенімді бір қарызбен өтеп жатырмын десеңіз, ол сіз уже мойындадыңыз, берілдіңіз, қабылдадыңыз. Яғни мына рух, высший яңыз ол өзіңіз ғой, ана жақтағы. Біз бәріміз ана жақта керемет, біз бәріміз періште, бір жарты құдаймыз, бәрін біліп тұрмыз да, просто жерде ғой топас болып отырмыз, памятіміз жоқ. Енді соны түсіндіре алмай жатыр сізге. Оқы, ізден, сонда мен саған көмектесем деп, Құранда маған бір қадам жаса, мен саған 100 қадам жасайым деп тұрған сол сіздің рухыңыз. Жаңағыдай сеніңіз, қабылдаңыз, сол кезде сізге өздігінен көмектеседі. Вот чудо сол кезде болады. Осыны түсініңіздер. Енді сол ақша, қарызбен қысылу екінші планда қалады. Енді уже адамдармен байланыс кетейін деп тұр. 2024-2025 жыл сондай болып тұр. И өткен өмірде кімге қиындық келтірдіңіз? И сізге кім қиындық келтірді? Алыста болмайды. Туған туыс болып келеді, бала шағаңыз болып келеді, әке-шешеңіз болып келеді. Ол уже заңдылық ол. Барымтаға қарымта деген ол заңдылық, не ексең соны ұрғасың деген қарымта заңдылығы, карма заңдылығы. И не үшін олай келіседі, мысалы. Ана өмірде бір-бірін жаңағы өлтіріп қойған жаулар, осы өмірде сен менің шешем болып келесің, мен сенің балам болып келем.
Өйткені жаңа дәуірдің заңдылығы, жаңа дәуірдің қағидаты жақсы көру, ізгілік, бейбітшілік, мейірім, махаббат. Бала мен ана бір-бірін жек көрмейді. Қалай солай бала анасын, ана баласын жақсы көреді. Екеуміз бір-бірімізді жақсы көру арқылы кармамызды үземіз деп келеді. Поэтому жаңағы өткен өмірде қиындық келтірген адамдар жақын жаныңызда жүреді. Осыны біліңіздер. И аяқ асты сізде туған туысқаныңызға, аяқ асты бауырларыңызға, аяқ асты ата-енеңізге, қайынбикелеріңізге андай ашу, реніш туындап кетсе, өз-өзіңізден жек көру, өтініш, түсініңіздер осыны, көз алдыңызға ол адамды елестетіңіз, кешірім сұраңыз. Мынау өткен өмірде мен саған не істесем де, өтініш, кешір. Енді ол біз өмірдің опытын алуымыз керек болды ғой. Өмірдің опытын алдық. Қазір білем, карма жүзінде екеуміздің белімізден жіп болып байланып тұр. Ана басқа өлшемде ол болып жатыр. Ол бізге әсер етуде мына ДНК-мызда. Сондықтан сен мені кешір, не істесем де, мен де сені кешірдім, не істесем де. Осымен біздің кармалық сабағымыз аяқталсын. Жаңа өмірге, жаңа қадаммен бастайық, жаңа энергиямен жол бастайық деп айтсаңыз, ойша. Жақындарыңыздан кім сізді бесит, кімді жек көресіз, сол адаммен ойша айтсаңыз, көресіз, кәдімгідей мынау жап-жарық энергия кетеді ғой араларыңызда. Ол адамның сізге деген көзқарасы аяқ асты өзгеріп кетеді. И бұл доказано нәрсе. Мысалы, бағана қасірет деп айтып жатырмын ғой. Ескі дәуірде біздің жанымызға, жердегі жанымызға еркіндік беріп қойған. Мысалы, айтайын, өткенде мен барса келмес туралы жаздым ғой, Жан-Жиханда оны айттым, қазір бір айта кетейін. Осы жерде эфирді көрмегендер болса. Бір қыз келді, әп-әдемі, жап-жарық, былай түрі, бірақ аяғым прям шыдатпайды дейді. Аяғымның астында тас тұр, и темірмен бүйтіп байлап қойған сияқты. Күнде кетанал ішем, обезболивающий салдырам, сөйтіп түнде сенсеңіз бір-ақ сағат ұйықтаймын дейді. Ал денем ине тыққан сияқты, мынау шыдау невозможно дейді. Мынау айттым ғой, өткен өмірдің энергиясы, өткен өмірдің кармасының энергиясы мен қазіргі өмірдің екеуі қосылды. Бейнелі әлем мен қатты әлем қосылды деген сөз осы. Енді осы өткен өмірдің бітпей қалған сабақтары сізге әсерін береді. Толық біткен кезде сол кітап жабылу үшін, мынаның ішінде толған, мысалы, опытта мынаның іші толған. Сіздің хан болғаныңыз, жаңа құл болғаныңыз, бай болғаныңыз, жердегі опыттарыңыз. И бұл адамический ДНК, адам ата Хауанадан басталған циклдың кітабы. Тағдыр кітабы деп айтқан бұны Құранда. Орыстарда хроники Акаши дейді, Акаши шежіресі. Оны Долорес айтады. Осы кітапты жабылу керек сіз жаңа дәуірге өтуіңіз үшін. Қазір соның ішінде өтпей қалған сабақтар жанталасып сіздің сфераңызға кіріп жатыр, сіздің эмоцияңызға әсер беріп жатыр. Американский горки болып жатқаныңыз сол, таңертең бәрін жек көріп, кеште бәрін жақсы көріп, былай болып жатыр да сіздің эмоцияңыз. Сол мына кітаптағы тағдыр кітабыңыздың әсер етуі. Және сіз кімге қарсыз, кіммен не өтелмей қалды, айналаңызда жүр ол адам. Соны түсінуіңіз керек. Бұл толық жабылған кезде сізге уже жаңа дәуірдің жаңа кітабын береді. Әппақ кітапты өзіңіздің қолыңызға ұсынады. Және бұрын, мысалы, мына жақтан управлять етіліп тұрса, рух қазір жерде жүріп өзіңіздің ойыңызбен өміріңізді жаза беретін боласыз. Және ең қызығы, рух сізбен біріккеннен кейін, бұрын енді жанға таңдау еркін берді ғой. Енді сіз өзіңіз рухыңызбен жан, тән, рух бірігіп тұрған кезде сізге андай бүйтіп лағып жүруге таңдау еркін бере қоймайды ау. Енді сіз саналы адам ретінде уже бүйтіп жүресіз. Эгоңыз, логикаңыз тартуы мүмкін. Қош, үйтім келмейді, бүйтім келмейді, ел ертең былай дейді, қуғынбай деп айтады дейді. Нет, уже бүйтіп тұрып, сізді сілкілеп тұрып, уже дұрыс жолға салады. Себебі ол бүйтіп масштабынан көріп тұр сіздің өз шаяңыз, болашағыңызды. И жаңа дәуірде елге көмектесетін миссияңыз бар болатын болса, сізді лақтырып тұрып, алға қарай бағыттайды. Бір қарағанда жаңағы тасқа құлаған адам сияқты боқтауыңыз мүмкін, қиналуыңыз мүмкін. Неге маған бүйтіп жатыр, мен жоғарғы әлем не деп жатыр деген сияқты. Сізге бұл қиындық емес,
Сіздің қисайып тұрған ол эгоңыз, логикаңыз, ал шындығында сіздің высший аңыз сізге не керек екенін біледі. Сізді қазір жай тәрбиелеп жатыр. Сөйтіп жаңағы қыз келіп тұр, полный қап-қара, сферасын қарасақ, былай бүйтіп жылтиып, басы ғана тұр ғой, жап-жарық болып, полный қап-қара. Қарасақ аяғында, енді кішкене түсіндіріп өтейін, сендер қалай көресіңдер, Кенесары деп айтасыңдар, не істеп жүр ол деген сияқты айтуларыңыз мүмкін. Ақпарат, информация, бүкіл тарих сіздердің ДНК-ларыңызда. Өйткені сіз өттіңіз ғой, сол историялардың бәрінде жүрсіз ғой. Сіздің ДНК-ңыздан аламыз, тағдыр кітабыңыздан аламыз информацияны. Оны просто так сіздің таңдауыңызсыз кіріп алмаймыз. Ол жоғарғы әлемде уже контракт жасағанбыз. Сіз бізге келуіңіз керек, и бойыңыздағы информацияны бересіз. Біз полный пазлдарды құрастырып халыққа береміз деген сияқты. Әрқайсыңыз үлкен жыртылған картаның бір бұрышы болып тұрсыздар. И бәріміз қосылып сол пазлды құрастырамыз. Сонда ескі дәуірдегі жаңағы тарихта, басқасы да ақиқаты айқын болады. Жалпы ескі дәуірде не істеп жүрдік, тентек болып келіп кетіп. Не бүлдірдік, не жасадық, не қатырдық. Соны бүйтіп тұрып масштабына білетін боламыз. Аяғына тұсау қойған жаңағы қызға бүйтіп сканер жасаған кезде уже бүйтіп ашылады адам, сіздің аураңыз, мына 7 денеңіз бәрі ашылады. Аяғында тұсау тұр, темір тұр, аяғында үлкен мынандай тас тұр. Қарасақ, кім қойды? Мына жерге осы қыз болып түсетін кезде өзі қойған. Пожалуйста, менің аяғыма тас қойып қойыңдаршы. Ескі қателікті жасамауым үшін. Себебі қарасақ, ескі дәуірде мынау жан жерге қасиеттің опытын алу үшін түскен екен. Енді айттым ғой бағана, высшиясы бұған қолы жетпеген, таңдау еркіне кірмеген аса. Бұл алғанда не істеген? Рахаттанып отырып, адамдарды манипуляция жасаған ғой. Ең қызығы сиқырдың күші болған. Себебі жер төменде болды ғой, совсем төменгі измеренияда. Өткенде айттым, құстардың қанатымен құсты өлтіріп жасаған қара магия бір адамға өтетін болса, 7 ұрпаққа дейін жоқ қылып жібереді екен ана адамды. Ескі дәуірдің системасы қазір әсер етпейді, қазір жұмыс істемейді ол. Сонда мынау бүйтіп несіне өтеміз ғой. Өткен өмір деп сендер не айтасыңдар деп отырсаңдар, мынау өрмекшінің торы сияқты жабылмай қалған өткен өмірлеріңіз басқа измеренияда әлі болып жатыр. И бізге достық беріп тұр сол жаққа барып көруге. Мына қыздың аты Гаухар деп алайық, Гаухардың жаңағы частичкасының аты Марина екен. Сол кезде өмірге келген, орыс болып келген. И ол Марина ең қызығы, не бар ғой? Арал жақ бар ғой? Сол жерде қазір барса келмес. Сол жерде тұрған, үйі болған, үйшігі. Біткен, мұстанген бірлердің үйі бар ғой? Сол сияқты Майшаммен бітіп үйшігі бар. Ол басқа өлшемде болып жатыр үйшігі. Өткен өмір деген болып жатқан сабағы егер жабылмаса. Біз сол ақыры достық берді, сол үйіне барып қасында бітіп қарап тұрмыз. Не істеп жатыр деп. Кайфпен істеп отыр да. Қасиетті жаңағы жақсылыққа пайдаланып отқан жоқ. Енді рухтан қасиеттің опытын алам деп жерге жүгіріп келді ғой, туылды ғой. Бүлдіріп отыр рахаттанып. Бүкіл құстарды өлтіріп алған. Ана құстардың қанатымен магия жасап отыр да. Бейіттердің бәрінен бүйтіп топырақтар әкеп алған, магия жасап отыр. Мына жақта куклалар инемен бірдеңелер жасайды екен. Бұның үйінің айналасында жан-жануар жоқ. Портал. Сол жаққа бүйтіп жақындаған кезде мынау сезіп қояды екен да, ананы төменгі астралға лақтыра береді екен. Портал деген басқа төменгі измерения, подвал сияқты ғой. Жан-жануар, жәндік бүйтіп келе жатса, бүйтіп алады екен да, лақтыра береді екен де, и жерде өмір сүру керек бір уақыты болады ғой, мысалы біздің бір жерде, мысалы біреу 70 жас, біреу 80 жас жасайым, біреу жаңа 40 жас жасайым деп жазып келеді ғой енді. Сөйтеді екен де, келе жатқан адамды бүйтіп алады екен де, порталға лақтырып жібереді екен, оның өмір сүретін жасын өзіне алып, магия жасап отыр да. И барса келместің үстінде ана үй әлі тұр қап-қара болып. Ол эфирлі қабатта. 500 адамны өтіп кеткен, 500 адамның
жаңағы барлығы әр дәуірде сақ, ғұн, одан кейінгі күні кешеге дейін барса келмес туралы оқысаңыздар білесіздер, басқа измерениеге өту. Ол жерде уақыт деген жоқ. Тірі қалған адамдар болған, чудом. Олар айтады да, досымыз жоқ болып кетті, сол жерден бұл 5 күн бойы іздейді машинамен. Сөйтіп бір күні анау дос келе жатады. Айтады ғой, қайда жүрсің сен, 5 күн болды сені іздеп жүр десе, қой қаяқтағы, жаңа ғана бүйтіп ағаштың артына бардым да қайтып келдім ғой дейді. Көрдіңіз ба, ана порталдың ар жағында уақыт жоқ. Анау төмен қарай өтіп кеткен 500 адамды қарасақ, олар әлі сол сәтті проживать етіп отыр. Жаңағы біреу саңырауқұлақ теріп отыр, біреуі жаңағы шелекпен, ине ағашпен су алу үшін келгенді әлі сөйтіп кетіп бара жатыр. Біреуі жол таппай жүр, достарын іздеп. Айтып, уақыт жоқ, жерде мысалы 500-600 жыл өтіп кеткен ана адам үшін әлі сол моментта. Мына қызды қазір екі әлем біріккен кезде тыпыр еткізбей тұрған энергия, соның энергиясы қосылып тұр. Себебі параллель әлемде эфирлі қабатта отыр ғой. Мына қызды совсем төмен түсіріп, қазір құлатып атқан сол да. Соның ана төмендегі адамдарды шығару керек, барса келместің порталына өтіп кеткен. И эволюция жолынан өтіп атқан жан-жануарлар, ит, құстар бар ғой, олар өте алмай қалған ғой. Өте алмай сол жерде тұр. Бұғылар көп өтіп кеткен. Содан кейін бұғылар жоғалып кеткен екен. Ақыры ана измеренияға барып шығару оңай болмады. Бүкіл төменгі астралға түсіп кеткен 500 адам, барлығы жандар ұшып, өздерінің рухына жоғары көтеріліп кетті. Ана портал әрең дегенде жабылды, барса келместің үстінде ұстап тұрған жаңағы құпия осы екен. И соны жабам деп мына қыз өмірге келген ғой. Екі әлем біріккен кезде қазір бұл қызды құлатып тұр да. Аяғындағы шынжырды өзі салғызған. Мен жерге түскен кезде мен памятім болмайды ғой. Қайтадан сол қасиетім оянып кетіп, тағы бүлдірмес үшін, карма тереңдеп кетпес үшін өтініш мына аяқтан белгі беріңдер деп тұсау салдырған. Екі әлем біріккеннен бастап мына аяғы ап-ауыр болып, тас болып, ине қадалғандай болып тұрған сол. Вот осындай чудалар болып жатыр. Қазір мынау бүкіл сферасында тазалық жүруде ол қыздың 3 ай, 6 ай көлемінде тазалық болады. Ары қарай істейтін жұмыстары бар. Солтүстік Қазақстанда да айттым. Өткен өміріміз біздің, өткен өмір деген жоқ деген әңгіме. Өтірік нәрсе ол құрсын. Өткен өміріміз бар. Өткен өміріміз болмаса, сіз келмейтін едіңіз. Кәр рухтар ең азы адам болып 3000-5000 рет келген жерге опыты бар. Общий эволюциясы 8000-10000 аралығы. Яғни общий эволюция деген мына үйде ұшып жүрген шаң бар ғой. Сол шаң болып келесіз бірінші. Содан бастап қазіргі деңгейге жетесіз. Ал эволюция жолындағы адамдар біз қандай деңгейде болдық деп сұрасаңыз, анау пришельцы в Америке бар ғой. Жан Рено ойнайтын. Сонда өткен ғасырлардан қазіргі өмірге өтіп кетеді ғой екеуі. Не істерім, не қаяққа түстік деп милары айналып, неде сабындарды жвачка деп жеп қойып, туалетті, унитазды источник, ойбай деп бейтіп соған сыйынып отырғандары ше. Біздің өткен өмірлеріміз сондай саналы түрде төмен болдық. Сөйтіп есейіп адамзат қазіргі уақытқа жетіп отыр. Бұл 5000 рет жерге 4000 рет келгеніңіздің барлығы қазіргі Айгүл, қазіргі Марат, қазіргі Бекзат болып келу үшін дайындық қана болған, опыт қана болған. Сондықтан мынаны біліңіздер. Сіздің хроники акашаңыз, тағдыр кітабыңызды оқып жатқан кезде жаңағы мысалы осындай батыр болған екенсіз, жаңағы хан Жәнібек болған екенсіз, бір өміріңізде жаңағы Кенесарының да қасында қолбасшы болған екенсіз, бір өміріңізде тағы біреу болыпсыз. Мына жерде жаңағы Екатерина 2 болған екенсіз деп айтылады ғой. Сол кезде ловить етіп алмаңыз. Мен білесің ба, кіммін деп. Себебі ол қазіргі сіз Айгүл болып келу үшін дайындық қана. Торттың ингредиентін алып, жұмыртқаны алып, көрдің ба? Мен тортпын деген сияқты. Кезіндегі өміріңізді айтып мақтану. Сондықтан ол өткен өмірге не алып қалмаңыз, жабыс қалмаңыз. Қазіргі өміріңізді жоғалтып аласыз. Кім болып келдіңіз? 5000 рет. Қазір сіз болу үшін келген, майра болып келу үшін келген. Оның барлығы сіздің опытыңыз. Соны біліңіздер. Кармалар өте қызық өтеліп жатқан. Бұған дейін ойлайтын едім, действительно карма бар ма, жоқ па деп. Жоқ, бар екен.
бар болғанда да қазір прям адамдар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Бір кісі айтады, менің анам дейді, 12 баласы бар, ер адамға тұрмысқа шықты, жаңа 12 баланы бақты, қақты, өсірді. Не үшін деп сөйтінде фук етіп көрсетіп тұр. Өткен өмірде жаңағы не болған? Ер адам болған. Просто так жаңа қасында 12 досын бір қызға қарап қойды деп қызғанып пистолет алғанда ата салған ғой 12 адамды. Енді сол 12 адам қазіргі күні жаңағы ер адамның 12 баласы болып келіп тұр да, бұл соларды бағып қағу арқылы кармасын өтеді. Ғаламда вообще әділетсіздік деген жоқ. Бір теңгенің өзін, сұрамай алған бір теңгенің өзін өтетіп жатыр. Прям таң қаламыз ғой, таң қаламыз ше. Мысалы, қазіргі күйеуі мен әйелі. Сұрайды ғой енді, біз күйеуіміз екеумізде қандай кармический бар деп. Сонда көрсетіп жатыр да, бір өмірде екеуі қыз болған, жаңағы бір-бірін көре алмайды. Сөйтеді біреуі ананың үстіне бүйтіп кислота шашып жібереді. Анау күйіп қалады да, сөйтіп өледі. Екінші тез-тез қайтып келіпті өмірге. Сонда қазақ болып келген екі кішкентай қыз. Ойыншыққа таласып қалады. Шамамен жастары бір 9-да ма, сондайда. Сонда ана өмірде кислотамен күйіп қалған қыз ғой. Сол бүйтіп тасталады да, анау қыздың прямо ойыншығын бүйтіп қолындағысын бермеген үшін басынан ұрып сол жерде өлтіріп тастайды. Қазіргі күні күйеу мен әйелі болып келіп тұр. Бір-бірімізді жақсы көреміз. Қой енді осы өмірде үзейік, жақсы көру арқылы. Ана тентек болып қайта-қайта айқасып келе берген нәрсені үзейік деп келген. Вот сондай. Немесе бедейді, балам игроман, ойын ойнайды дейді. Өте көп осындай сұрақпен кеп жатқандар. Баласы ойын ойнайды екен, әкесі қазіргі күні сол баласының ойынын төлеп отыр екен, қарыздарын, кредиттарын төлеп отыр. Туысқандардан ақшалап әкесі төлейді. Неге десек көрсетіп жатыр. Баласы бұрынғы өмірде не болған? Магиямен айналысқан. Бір көзі жоқ ер адам болған. Аты Максим ғой деймін. Сөйтеді андай гипноз жасайды екен. Адамдармен бүйтіп сөйлесіп тұрады екен. И сферасына кіріп, үйлерінде қанша ақша бар екенін біліп алады екен. Сөйтіп бүйтіп сөйлесіп тұрған кезде ананы гипноздап тастайды көзімен. Сөйтеді үйіне барып бүкіл ақшаларын ұрлап жүреді екен. И ол адамның ақша ұрлайтынын еще үйіне әкеледі, семьясы бар. Оны шешесі біледі екен. Бірақ шешесі қой демейді, әкелген ақшаны мәз болып алып отыр. Ал қазіргі күнде сол игроман бала жаңағы елдің ақшасын алып алған бір көзді қара магиямен айналысқан ер адам. Ал әкелген ақшаны рахаттанып алып отырған шешесі, қазір әкесі. Баланың бүкіл қарыздарын сөйтіп өтеп жатыр. Солай төлеп жатыр. Жоғарыдан қарасаң, өте әділетті. Жерде қарасаң, әділетсіз. Мен балам сондай неге оңбаған бола қалды, неге Құдай маған ондай бала бердің деп сөйтесіздер. Бірақ жоғарыдан қарасаңыз, өте әділетті. Крайонды сіздерге сол үшін оқытты. Крайондағы 4-ші, 5-ші, 6-ші үйлер бар ғой. Осы нәрсені өте жақсы түсіндіреді. Мынау карма жылында сол крайонның әр үйінен қазір өтіп жатсыздар. Көп адам бірінші үйге енді кірді. Ары қарай сіздерге уже карта ретінде беріліп тұр. Сол крайонды оқымасаңыздар, оқыңыздар, қазақшасын қазақшаладық, аудиосын ютубқа салдық, барлығы тегін, тек қана құлағыңызды тың берсеңіз болды. Наушник қосып қойасыз, болды. Сол кезде сізге түсінік келеді. Неге қазір басыңызда осындай жағдай болып жатыр? Бір кісінің айтады, үлкен ұлым маған суық дейді. Және оны мен қайын жұртқа берген едім, солар бақты. И қайын жұртым да маған салқын. Үлкен ұлым да салқын. Неге ондай? Олар мен жамандай ма деп сұрайды да. Сөйтсе көрсетті. Әскерде барлығы бір жаңа рота дейміз ба? Мысалы, бір елдің әскері. Мына қазір келіп сұрақ қойып отқан әйел, қайын жұртым мен үлкен ұлым мен жақтырмайды дейді. Сол кезде повар болған екен. Повар болғанда жаңағы ана екінші жаққа сатылып кеткен ақшаға. Сөйтеді мынау әскердегі қасындағы нелер бар ғой, жаңағы
адамдар, соларға тамақтарына у қосып береді. Қасындағы жаңағы солдаттардың барлығы сол жерде өледі. Ал қазіргі күні сол өлген бүкіл роталар, жаңа қасындағы главныйлары, әскери шендерін мен білмеймін, главныйлар, короче, анау солдаттарды жетектеп жүретін. Солар қайын жұрты и үлкен ұлы болып келіп тұр. Үлкен ұлының бұдан бөлініп, солармен отырғаны да сол суық болып. Сол кармасын бүгінгі күні көрсетті, кармалық энергиясын үзгізді. Енді отношениялары жақсы болуы мүмкін. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Кейде адамның бойында қорқыныш болады. Жаңағы ақшасы болса да ақшам бітіп қалатын сияқты. Дүниесі болса да дүниені біреу тартып алатын сияқты. Сондай бір қорқыныштар болады. Бүгін келген бір кісінің қызық бір частичкасы бар ғой. Мынандай, мысалы, мынау сіз қазір жанар болып тұрсаңыз, жан, қазір. Мынау сіздің өткен өмірлеріңіз. Кейбіреу дұрыс опыттан өткендер жабылып қалды, ал кейбіреу әлі жабылмай ана измеренияда болып жатыр. Сөйтіп, бұл кісінің бір частичкасы кезінде Ұлыбританияда үлкен коттеджде тұрған, коттедж дейміз бе, үлкен замок, короче. 12 әйелі болған екен, ер адам болған сол кезде. И өзінше бір кішкентай мемлекет сияқты құрып алған. Ана жерде деген бәрінің итін шығарған ер адам болған ғой. Кәдімгі қақсап қалған, қақпас шал дейді ғой, сондай болған. Келіндерінің, 12 әйелінің, бала шағасының бәрін қанын ішкен ғой. Ұрсат, тиісет, білген істеген. Сөйтіп, ешкімге дүниені бермейді. В общем, дүние қоңыз, сондай шық бермес шығайбай, нағыз және тиран. Өзінің границасындағы адамдарды ешқайда шығармайтын. Сөйтіп, кәртайып өліпті, бірақ өлген кезде жаны кетпей қалып тұрды Ұлыбританияда. Әлі күнге дейін мына кісінің частичкасы жаңағы замокта жүр. И ол замокты көрсетіп тұр, ешкім тұрмайды екен, жолатпайды екен мынаның жаны. Әлі жанталасып, жабысып жүр, келген адамдарды қорқытады. Ол жақта, мына жақта не бар деп айтады екен, дух бар деп айтады екен. Соны бүгін үзгізіп, жаны тыныш таппай жүрген частичкасын жоғары көтерді, рухына қосылып кетті әйтеуір. Енді бағанағы замоктың бұзылып, орнына үлкен гостиница ма бірдеңе әйтеуір салынатынын, в общем, көрсетті. Қызығы, жерде жаңағы дүниеге қатты байланған кезде кетпей қалады екен. Адам осознавать етпейді өлген. Сол жерде жүре береді жанталасып. И ол шал үшін, мысалы, әлі күнге дейін қазіргі сәт болып жатқан сияқты. Біреу сол, енді бәленбай жыл өтті ғой, ескірген замокқа кірсе, как будто дәл қазір үйіне кіріп жатқан сияқты қуатты бейтіпші. Адасқан жандар дейді ғой, оны адасқан рухтар дей ма, кетпей қалған екі әлемнің ортасында. И ол қазір воплощениемен сіз жерге келіп, бір частичкаңыз осылай адасып жүрсе, сізге әсерін береді оның. Вот сондай нәрсе. Тағы бір кісі келді. Тоже баласы игроман. Сканер жасасақ, сыған, ер адам болған, өте жағдай жақсы, бай. Енді қарадық, бұл қалай ақша тауып отыр. Сөйтсе қолында 40 көшеде қайыр тілейтін қайыршы кішкентай балалар бар екен. 10 жасқа дейінгі, 12 жасқа дейінгі сондай. Ұлдарды қайыршы қылып ұстайды екен, бірақ ақшалардың бәрін жинап алады екен да, тек нан сондай береді екен. Оның ішінде бізде параллель келіп отты, сол жерде адамдарша. Сөйтсе, ең қызығы бірге алып келген ғой, бір-бірін танымайды. Бірақ қайыр сұраған сол балалардың ішінде, сол жерде бұл кісімен бір-бірін танымайды, қатар келіп отқан адамдар бар. Просто бір нәрсе сұрауға келген, оказывается, сол балалар соның ішінде бар екен, бұрынғы воплощениясында. Бейтіп жүрміз ғой бір-бірімізбен. Қыздарды жезөкшелікке салған. Кәдімгі жезөкшелікке аямай салып, бүкіл ақшаны ала берген, өзі байи берген. Қазіргі күні жаңағы игроман баласы, который бұның ақшасын алады да салып жібереді, сол баласы сол кезде өзі әбден қинап ақша тапқызған, жап-жас өрімдей жезөкшелікке салған қыз екен.
Енді сол кезде везучий болып бұған ақшаны әкеліп бере берді ғой. Ал қазір баласы игроман болып сол ақшаны қалтасынан суырып жатыр. Карманың да